күннен туған баламын, жарқыраймын жанамын, күнге ғана бағынам. Өзім күнмін, өзім от, сөзім қысық көзім дот, өзіме өзім табынам. Жерде жалғыз тәңір от, оттан басқа тәңірі жоқ. Жалын менен жұмсақ сүйеді, сүйген нәрсе күйеді. Жымайып өзі жорғалар, ұшырғанды шоқ қылар, шоқ қыларда жоқ қылар. Мұның аты от болар. Мен де отпын, мен жанам. От, сен тәңірім, табынам. Расында бәрі бітті ме? Шынымен мені адама сенгім келмейді. Шынымен мен қадір тұтқан, мен үміт артқан нәрсенің бәрі мына 4 қабырғаның ішінде үзілі ме? Менің әлі туған халқыма берерім көп еді. Мүмкін тағы да жыл кесер. Мағжан, кешегі түнде фарс тілінде жазған өлеңіңді айтып берші. Жарайды, айтып берейін. Сахарға бақан гоме бонгана мос, расыту бар горы модар фрос. Чуюсуф нага картуаун гордит, дөлі сустмандар, там бар расыт. Ұстаз келе жатыр. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бүгін менің өмірімдегі аса қуанышты күн. Менің алғашқы өлеңдер жинағым жарыққа шықты. Суақты 7 апрель қырдан ойға, секіріп арық тұрық кетті тойға. Жас бала жазғы тұры туды десіп, жабаға көтерем тай, ақсап қойда. Қуанып жан жануар алшаң басып, қалмады қайғу айым ешбір ойда. Нұрлы күн алтын нұрын шашта ямай, шықсын деп қысқы ызғар өткен бойға. Су ақса тау жаңғырар сылдыр қағып, дәл сұлу бұраңдаған шолпы тағып, түрлінмен жаңа келген жылдың құсы, тұрғандай қобыз ойнап, әнге салып. Правильно. Спасибо. Садитесь. Мен өте бақытты адаммын. Өлең жолдары құдды балқып аққан алтын сияқты ақ қағазға құйылып жатыр. Мен өзімді халық үшін үлкен істер атқаруға дайын, тәуекелі күшті батырдай сезінем. Менің ұстазым Міржақып Дулатов маған өз мүмкіндігімді бағалауды үйретті. Мағжан, орныңыздан тұрыңыз сұрайын. Бермен қарай келіңіз. Мына менің қолымдағы қазақ газетіне сіздің тырнақалды еңбегіңіз шықты. Жауһар жырларыңыздың жарық көруімен сізді шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Рахмет. Бір 1914 жылы орын алған дүниежүзілік соғыс барлық халыққа оңайға соққан жоқ. Оның кесір-кеселі
қазақ жұртында айналып өтпеді. Қазақ жігіттері майданның қара жұмысын ілікті. Қырда бұқара халық толқи бастады. Толқу кей жерлерде көтеріліске ұласты. Ол тұста біздің қаруымыз курстасым Сәкен екеуміз шығарған «Балапан» газеті болды. Біз газет редакциясының саясатына қатысты көп дауласатынбыз. Біз студенттердің ішкі әлемін, мәдениетін, дүние танымын кеңейтеміз. Әр қарай олар қалайда өз бағытын табады. Мен төңкеріске қарсы емеспін. Дұрысы оны құптайым. Бірақ біздің халықтың ерекше бір жолы болуға тиіс. Осы жақында бір жазған туындым бар еді. Тыңдашы. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат олар ғар. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған. Көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Рахмет. Тамаша мағжан. Біз бір жерде қате жібердік. Неден? Айналаның бәрі бұрқ-сұрқ қайнап, қирап жатты. Тек қана халықтың жоғын жоқтайтын партия ғана қалыптасқан жағдайға бақылау жасай алатын еді. Біз Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхамеджан Тынышбаев, Тұрар Рысқұловтармен бірге Алашорда партиясының бірінші съезін өткізу жайын талқыладық. Мен қазақ автономиясын құру жағын табан тіреп қорғадым. Біреулер келешектің есігін күшпен ашқылар келеді. Ал енді біреулердің өткенді қолдан шығарғысы жоқ. Олар өткенді сағынады. Өзіміз нашар, өзіміз қорқақ, өзіміз надан болған соң, қорлық көрмегенде қайтеміз. Мен елдің азаматымын деп жүрген мырзалардың көбі надан. Бұлар әлі бас қосып, бір істі толық шешуді өздеріне міндет қылып алған жоқ. Қазақтың бас болар азаматтары елдің қамын ойлап жүрмін десе де, негізінен көздегені өз пайдасы. Сөзінің жаны бар. Осы уақытқа шейін әлде қашан шыққан закондардың берген артықшылығын пайдалана білмейміз. Әрине, дүние ілгері кетті, біз кейін қалдық. Егерде мен қазақпын деп, бірінің айтқанына бірі еруге жарайтұғын 10 шақтыдам табылса, халық үшін неге де болса көнемін деп, әкімнен дұрыс жолмен рұқсат сұрап барсақ, неге бермеске? Біз законға қарсы келмейтіндігімізді әкімдерге баса айту керек. Қазақ халқының асаулығы мен жуастығын үкімет жақсы біледі ғой. Осылай бірігіп іс қылсақ, алдағы Алаш партиясының съезіне үкімет кедергі тигізбейді деп ойлаймын. Съезд әкімнің рұқсатымен болсын. Орында айтылған сөз. Дұрыс. Делегаттарды әкім тағайындасын. Бас қосқан жерде әкімнің шенеуінігі жүрсін. Сөйлеген сөз протоколға жазылып барсын. Ұтымды шешім. Бұлай болғанда өсе қайдан шығар? Ол арамызда бәліз деген тентек табылса, ондай адамдарды съезді қорғау керек. Адамдар әрқашан табылады. Мен Мағжанды осы съезге депутатқа ұсынамын. Бәрекелді. Елістік. Съезд ашуға сөз кезегі Мұхамеджан Тынышбаевқа беріледі.
Ресей аумағы кең байтақ. Осы аумақты 105 тілде сөйлейтін халық мекен етеді. Жекелеген халықтар үшін қаншалықты дұрыс шешім болса да, адамдардың бір шоғыры ғана елдің бәрін қанағаттандыратын заң шығара алмайды. Мұндай заңдар жеке халық өз мүддесіне сай жасай алады. Дәл қазіргі таңда жеке қазақ автономиясы үшін талаптардың тиімсіздігі мынадан көрінеді. Бірінші, бізде қуатты автономияны басқаратындай адамдар жеткіліксіз. Тарих қазақ қоғамын бұған дайындаған жоқ. Егер біз жеке автономия болғымыз келсе, дәл қазір надандықтан басқа түк көріп отырғанымыз жоқ. Екінші, егер біз Ресейдің құрамындағы автономия болғымыз келсе, Думаның үлкен қазанынан Ресейдегі автономды халықтардың үлесі бөлінген кезде, біз де өз үлесімізді дер кезінде алатын боламыз. Және оған тезірек қол жеткізетін боламыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сөз кезегі президиум секретары Әлихан Бөкейхановқа беріледі. Жоқ, тағы да жоқ. Біз тура жолмен жүрдік. Съез қазақ халқының алдынан болашаққа барар даңғыл жол ашты. Съездегі негізгі салмақты тақырып ұлттық автономия құру мәселесі болды. Бұл жайтқа қатысты Әлихан Бөкейханов баяндама жасауға тиіс болатын. Көп нәрсені оның осы жерде айтар сөзі шешпек. Алаш партиясы ғаділдікке жақ, нашарларға жолдас, жебірлерге жау болады. Күш қуатын игілік жолына жұмсап, жұрт тарқи ету жағына бастайды. Мен бүгінгі жиында Алаш партиясы бағдарламасының жобасымен таныстырғанды жөн көріп отырмын. Бұл бағдарлама 10 тармақтан тұрады. Біріншісі мемлекет қалпы, екіншісі жергілікті бостандық, үшінші негізгі құқық, төртінші дін ісі, бесінші билік һәм сот, алтыншы ел қорғау, жетінші салық, сегізінші жұмысшылар, тоғызыншы ғылым білім үйрету, оныншы жер мәселесі. Сонымен қатар мен бүгін бәріңізге мәлім белгілі ақын Мағжан Жұмабаевты қазақ тілінде оқулық даярлайтын комиссияның құрамына қабылдауларыңызды сұраймын. Қасқы сарай алынды. Уақытша үкімет тарады. Билік большевиктердің қолына көшті. Генерал Корнилов әскері Петроградқа қарай қозғалды. Ленин қызыл армия құру туралы декретке қол қойды. Жолдастар, мен сендерді қазақтың белгілі жас ақыны Мағжан Жұмабаевпен таныстырайын. Мағжан осы курстың ашылуына себепші болған және осы курстың директоры. Жерлестер, мен бұл курстың ашылуына көп күш жұмсадым. Біз қазір 1918 жылға келдік. Бұлай қарасаң, қан төгіліп жатыр. Бұлай қарасаң, адамның қаны судай ағып, соғыс жүріп жатыр. Бірақ біз бұл соғысқа қарамай, үлкен, терең білім алуымыз керек. Ертең қазақ жастарын оқытатын сендерсіңдер. Сол алған білімдеріңмен қазақ жастарын білім нәрімен сусындатып, қараңғылыққа сәуле болатын
шырақ болатын сен дерсіңдер. Білім алуға талпынайық. Мен қазір бақыт құшағында жүрмін. Сең бұзылды. Біз ақыры халқымызға нағыз ұстаз сыйлайтын болдық. Қазақ жұрты білім әлемін бағындырады. Макжан Жумабаев, Да, вы арестованы по приговору партии УЖУЗ. Пройдемте. Мен 300 партиясының үкімімен тұтқынға алынып, абақтыға қамалдым. Омбы Колчак әскеріне толып кетті. Сорлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тіккен туы жығылып, алға баспай барлығысы кер кетіп, нәр тата алмай, күшсіз әлсіз бүгіліп, оқу білім жақындатпай жолатпай, қырын қарап қазағысын ұнатпай, парпыр ұйықтап сорлы қазақ тек жатыр, қанды жаспен екі көзін шылатпай. Қозғал қазақ, біліміздер кез келді, қылыш алып надандық саған кезенді, шетке лақтыр, тымақтай алып елден қу, ертелі кеш басыңа мін безгенді. Кітап әбер, оқысын балаң қолына. Жумабаев, на выход. Малдайыма, оқу білім жолына, өнер алып басқалармен қатар бол, қосыл бірдей адамзаттың тобына. Вот возьми, вышла твоя газета «Бастандык твой». Рахмет. Хочу сообщить вам с прискорбием. Ваша жена Зейнеп скончалась. Хош, сәулем, бермен қара, сорлыңды көр. Аманда құлаш жайып қарсы алатын, сүйген жарым, мейірімді ол қара жер. Попей чай. Подкрепись. Тура табан астынан жер жылжығандай болды. Тың ішінде бір-біріне жау атанды. Қызыл террор мен пролетариат үстемдігі басталды. Большевиктер құрған ЧК шектен тыс күш көрсетіп, репрессия амалдарына көшті. Барлық жерде атыс шабыс күшейіп, күдіктілерді тергеп тексеріп, қамауға алып жатты. Дүрліккен халық алаңдарға шығып, митингілер өткізді. Оларды билік өкілдері пулеметтің күшімен таратты. Біз, алаш көсемдері, большевиктердің қазан төңкерісіне күдікпен қарадық. Осындай жағдайда Алашорда партиясы Омбыдағы уфалық директориямен одақ құруға мәжбүр болды. Алашордалықтар кеңес үкіметімен болған келісімнен оларға қарсы күреске көшті. Мұстафа Шоқаймен кездесудің сәті түспек. Мен біздің әңгімеміз жараспасын білдім. Сонда да сол кезеңнен өту керек болды. Ассалаумағалейкум, Мұстафа. Мағжан, пролетариат деген тапты ешкім естімеген. Түркістанда пролетариат жария етілді. Сонда бұл өлкеде кімнің билік үстем болмақ? Әрине орыс пролетариатының. Нақтырақ айтқанда, большевиктердің билік үстем болмақ. Мен Түркістанда кеңес билігі іске асыратын ауқымды реформадан үміт күтем. Ұлт болашағы үшін кеңес үкіметімен
мәмілеге келу жолын іздеймін. Большевиктерге жергілікті халық сыйлайтын, билігі жүретін ұлт азаматтары керегі жоқ. Қалай ғана түсінбейсің, Мағжан? Оларға жай тілмәш, немесе пәлсей болу үшін ғана азаматтар керек. Адал ниетті азаматтар тұтынған жол үшін, сүйген ұлт үшін қандай партияға да кірмей қойсын ба? Ал мен елімнің мәдени өркендеуін қамтамасыз ете алатын билікті ғана қолдаймын. Большевиктердің үстем билігінен құтылу үшін бүткіл Азия елі бірігу керек. Бүткіл бұқара халық бірігу керек. Жоқ, бізге бірігуге болмайды. Оларда консерватизм, діни фанатизм басым. Ишан, қожа, молда билеп келе жатқан халық. Оның үстіне шаруа түрі мүлде бөлек. Мұстафа, сіз радикалсыз. Сен де, Тұрар да, Әлихан да, Ахмет те алданасыңдар. Большевиктер сендер түбі алдап кетеді. Алдап кетеді, Мағжан! Лениннің теңдік, туыстық туралы идеяларына иланған пролетариат жарқын болашақ үшін жолындағының бәрінде тасталған етуге дайын болатын. Қанқұйлы азамат соғысы тұтанып кетті. Қызыл армия қатары жылдан толығып жатты. Жаңадан жасақталған дивизиялар бірнеше майданға ұласқан шайқасқа аттанды. Қызыл теңізшілер жасағы майданның ең ауыр аймақтарына орнықты. Мәскеу мен Петерборда ірі заводтардың жұмысшыларынан асығыс әскер жасақталды. Алғашқы шетелдік легион келіп жетті деген хабар келді. Ленин құрған бірінші атты әскер Ресейдің оңтүстігінде өзіне жеңіспен жол ашты. Ақ әскерлері барлық шектен шегініп жатты. Большевиктердің жеңетіні анық білінді. Алаш партиясы атынан кеңес билігін мойындап, мен Ленинмен келісімге келдім. Біз оның ұсынысымен Қазақстанда кеңес үкіметінің құрамына ендік. Сонымен бірге барлық алашордашыларға кешірім жасалды. Ал біздің партияның бағыты қандай болмақ? Бұл мәселені кейінгі жиындарда ақылдасып шешерміз. Колчак омбыны қалдырып, асығыс кері шегінді. Қызылдар шығындарына қарамастан шабуылдап жатты. Зылиха екеуміз жанталаса шегінген ақ әскерлерін бақылап тұрдық. Дәп осы күндерде баспадан менің педагогика атты оқулығым жарыққа шықты. Мінекей, бұл кітап қазақ мұғалімдерінің қолынан түспейтін оқулыққа айналады. Жарайсың, Мағжан. Зейнептің және ұлым граждан екеуінің қазасынан соң ешкімді жан тәнімен жақсы көрместей сезінгем. Бірақ Зылиха маған үміт отын сыйлады. Ол маған сүйеу болды, маған жаңа күш берді. Мен қайта жаза бастадым. Ташкент Зылиха екеумізді оңтүстік өлкеге тән жылуымен, қызық дүрмегімен қарсы алды. Бірақ ең бастысы, мен газеттің редакторы болдым.
Мен күніне 18 сағат жұмыс жасаймын. Күшім сарқылар емес. Жаңа жұмыс жаныма майдай жақты. Ол маған басқару ісінің қыр-сырын үйретті. Алыс армандарымды жақындатты. Талантты жас жазушы Мұхтар Әуезов те осында. Ол Зылиха екеумізге жиі келіп тұрады. Тағы бір үлкен қуаныш, менің Батыр Баян атты поэмам жарыққа шықты. Мағжан, сіздің осы жемісті еңбегіңіз үшін алғыс айтқым келеді. Батыр Баян поэмасы бұл поэманың қазақ әдебиетіне қосар үлесі өте зор. Жер мен көк, ай жұлдызды тұман басып, бір қыздан басқа нәрсе жоқ боп кетті, келді де қызға жалын сөздерімен, шығарды жан ұшырып, іште көртті. Бір күйіп, бір суынып, бір елжіреп, біресе жас баладай жасын төкті, өртемей отты жүрек қоймақ бекен. Тақады, сұлу қызда бетке бетті. Қыз сонда, ноян бауырым, кебем деді. Мен сенің сүйгеніңе сенем деді. Сүйемін мен де сені тәңір куә, тән түгіл жаным саған берем деді. Нояным, бірақ сенің қалауың бар, деді де сұлу ойға терең деді. Сұлудың сырға толы торғын беті ай, бетінде ешбір толқын көрінбеді. Біраздан көздеріне жас мөлдіреп, жас сұлу жылап тұрып, күлім деді. Бұл поэма әлем әдебиетінде қалатын, мәңгілік қалатын еңбек деп білем. Құттықтаймын сізді, Мағжан. Ұйқысыз түндер мен шығармашылық азабы маржандай жыр жолдарының садақасы десе де болады. Әрине, партияның қаулысы өз мерзімінде орындалады. Қазақ тілінде жарық көрген мына жинақ қазақ өмірінде үлкен құбылыс әкелді. Қазақ тілі сезімнің нәзік қырларын дөп басуға бейім. Ол бай, таза, сұлу, әсерлі. Және биік деңгейдегі көркемдік поэзияға жан бітіруге жарамды. Мағжан жолдас, біз сізге Мәскеудегі жоғарғы көркемдік әдеби институтына оқуға жолдама береміз. Рахмет. Міне, көп күттірген Мәскеуге де келдік. Мен поэзияда пішіннің орны ерекше деп есептеймін. Футуризм мәдени қалыптарды бұзу идеясын ұсынады. Акмеистер бейненің дәлділігі мен тақырыптың деректілігін әйгілейді. Биылғы жылы Мәскеуде Горкийден аударған біраз дүнием жарық көрді. Сонымен бірге Мамин Сибиряктың мен қазақшалаған шығармалары да қолға тиді. Мен қазір Бальмонт, Блок, Брюс, Шекспир, Гёте туындыларын қазақ тілінде сөйлету үшін тынымсыз жұмыс жасап жатырмын.
Шығыс еңбеккерлерінің коммунистік университетінде студенттерге дәріс оқимын. Солардың ішінде жерлесім Ілияс Жансүгіровтің болуы маған үлкен демеу. Түнге қарай қазақ әдебиетінің тарихын баспаға дайындаймын. Ең бастысы, қазақ тіліне Лениннің бірнеше еңбегін тәржімаладым. От бол дедің, от болып жанбадым ба? Күйдірмей сірә нәрсе талғадым ба? Күлді далдым құшаққа, гүлді далдым, мынау гүл деп таңдадым ба? Су бол дедің, сылдырап ақпадым ба? Жыландай жүз бұралып жатпадым ба? Ерікті еріксіз суымнан татар жанды, сиқырлап сылдырыммен таппадым ба? Керемет, жарайсың. Бұл үлкен бақыт. Е! Сүйіктім менің. Сүй жан сәулем, тағы да сүй, тағы да. Жылы тәтті ұтарады қаныма. Бұл ләззәттің бір минутын бермеймін. Патша тағы бүкіл дүние малына. Көрдің бе не? Туған жер. Зылиха екеуміз туған өлкемізге ораламыз. Біздің жүрегіміз үміттер мен жоспарларға толы. Мен алған білімдерімді өзімнің отанымда қолдану үшін бұл күндерімді шыдамсыздана күттім. Сен де сағындың ғой. Ауылға барған соң екеуміз туған туыстар алап жол ұзақ болып кетті. Ақыры өзімнің туған өлкеме қызыл жарыма оралдым. Сағыма сайран құрады, бораны ұлып тұрады. Қысақ кебін жас сары, орманы жоқ, нуы жоқ, тауы да жоқ, суы жоқ, мәңгі өлік сахарасы. Сарыарқа деген жерім бар, неге екенін білмеймін, сол арқамды сүйемін. Тірілауы келсе, қылмыстарыңды мойындап, жолда Сталинге хат жаз. Мен Мәскеуде болғанда Қазақстанда қауіпті өзгерістер орын алды. Голощекин тап күресін күшейту мақсатында ұлтшылдық таңбасын оңды-солды үлестіре бастады. Қызылордада қастандық ұйымдастырғаны үшін бірнеше адам жазаға кесілді. Солардың арасында Мұхамеджан Тынышбаев та бар. Мағжан, тамақ дайын. Болды, қазір барам. Далада не болып жатыр? Мейрам ғой. Сіз Мағжан Жұмабаев боласыз ба?
Иә, мен Мағжан болам. Сіздің үйіңізге тінту жасаймыз. Ал сіз бізбен бірге НКВД-ға барасыз. Не дейді? Зылиха, Бутырка түрмесіне тап болсам да, менің болып жатқан жайттарға сенгім келмеді. Маған тағылған айыптардан еріксіз жағаңды ұстайсың. Менің сүйікті Зылихам, мына хатты өзіңе мейірімді адамдар арқылы жіберіп отырмын. Менің басымдағы жағдай біздегі сенім мен үміт отын өшірмеуге тиіс. Көп ұзамай бәрі де өз орнына келеді. Істің ақ-қарасын анықтаған соң мені босатады. Ал өткен өмірімдегі жоспарларым мен үміттерімді, күллі армандарымды көзге шалынбайтын жауларым аяқ асты етті. Дегенде күту ғана қалды. Жумабаев, на выход. Көрмейін рахат жанайын, жалын болсын маңайым, күйейін азап шегейін. Жансын денем күш бітсін, күшті жалын ішкі өтсін, ащыстық жас төгейін. Көрмейін ерік тұтқын боп, абақты да жұтып от, өтсін өмірім зар менен. Берік бау жау қамаған, сарғаяйын санадан, көр салмай жар менен. Іште толған қалың дерт, жүректегі жалын дөрт, зарлатар мені сол уақыт. Елестеген ерікті, ұшқыр жанға серікті, жырлармын мен жанады. Көрген сайын көп қысым, зарлы ашшы дауысым, шырқырар сарарқада. Өзегіне өтпей ме, зарлы жырым жетпей ме, қарағыма қалқама. Олай ойлама, мен ешқашанда қол қоймаймын бұл қағазға. Күн сайынға соққымен іле-шала қабылданған сот шешімі бойымдағы бар үмітті өлтіріп тынды. Подсудимый Мағжан Жұмабаев, обвиняемый в пантюркизме, национализме, приговаривается к 10 годам лагерей особого назначения. Қақаған қыстың ортасында 3 апта жол жүріп, мені үлкен этаппен лагерге алып келді. Менің сот берген ұзақ 10 жылға созылған қиынды қасіретті күндерім осы уақыттан басталды. Жаңа піскен балдырған сүйсемейер, қалдырған айдынға барып түсіпті. Отауларды аралап жас жүрегін, жаралап сұлуларды қошыпты. Қошыпты да өліпті жел толқыннан, біліпті балқиды жаным, бұл күйге мені де өлім. Әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Балдырған мен басталып сұлу мен қол,
ұстасып жас оламмен жолдас бол. Жас қайыңды қолға алып баланы сүйіп, бір қанып жолаушымен мұңдас бол. Мен де тезірек өлейін, әлі жаспын демейін, балқиды жаным бұл күйге мені де өлім. Әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Әлдейле өлім, әлдейле. Бетімнен тәтті бір сүйіп алдың алшы, әлдейлеп келші өлім тезірек. Жаны шудан тоқтады, жынданып енді соқпайды, кешегі асау жас жүрек. Менің сүйікті мағжаным, мен саған жеткенше асықпын, тіпті саған құс болып ұшуға дайынмын. Бар ойым өзің жайында. Сен онда қалайсың? Денің сау ма? Біздің барлық достарымыз бен жақындарымыз бізден теріс айналды. Мен әбден түңілдім. Олар маған көмектеспек түгілі тыңдағысы да келмейді. Көзім шайдай ашылып, әлгі адамдардың шын жүзін көргендей болдым. Сенің бетіңе жағынып, мақтау сөздер айтқан адамдардың бәрі жексұрын болып шықты. Бірақ менде саған айтар қуанышты жаңалық та бар. Сенші, хатыңда сен менен Горькиймен кездесуімді сұрапсың. Содан мен оның қабылдауында болдым. Мен оған бәрін айттым. Ол және оның жұбайы Пешкова мені ілтипатпен тыңдады және маған жан-жақты көмектесуге уәде берді. Сондықтан бекем бол, менің сүйіктім. Енді мен бәрі жақсы болатынына сенемін. Осы уақыт аралығында 5 жыл отырдым. Минуттар сағатқа, сағаттар тәулікке, тәуліктер айға ұласты. Горькиймен кездескеннен кейін Зылиха маған қайта оралды. Міне мен лагер қақпасының алдына келдім. Сен қамауға алынған 5 жылдың ішінде 14-ші рет келіп тұрмын. Горький 1933 жылы жазушылар тобымен ғасыр құрылыс атанған Беломор Балтық каналына келді. Оның жүйесіне біздің Свир лагері де кіретін. Жазушылар тұтқындармен, канал әскерлерімен бізді солай атайтын әңгіме өткізді. Лагерде тұрғаныма 6 жыл толған соң маған Зылихамен кездесуге рұқсат берді. Зылиха мені әзер таныды. Мен қатты өзгеріппін.
Кейін ол маған хат жазғанда көздеріңнен ғана таныдым деді. Мені үлкен қуанышқа бөлеген оның маған өз бетіммен ізденуіме қажетті дәрігерлерге арналған оқулықтар әкелуі болды. Жоғалды, батты кетті сәулем күнім, жайнаған жүз құлпырып қызыл гүлім, сәулесіз, айсыз күнсіз қараңғыда өтермін. Ақырумен шықпай үнім, жалғанның бір көрермін көппен азын. Өмірде енді болмас жылы жазым, енді бір өлгенімде, жүргенімде, қолымнан ұшқаннан соң қоңыр қазым. На выход. Мен мұнараға, ондағы сақшыларға қарадым да, өткен жылдардың бар сұмдығы артта қалды деп ойладым. Мен қалай оңбай қателескен. Жер жүзін қан басқанда, көбеге шығып аспанға, жан жолдас боп адамға, туралық теңдік ұмытылып, Інжіл Құран жартылып, жатқанда жерде табанда, қызылғанға мас болып, жүрегі қара тас болып, айырлы бестен адамзат, ұмытып мейірімді есін, сойып сауын түйесін, тәңірі боп лат-манат жүргізіп әбіліс әмірін, жауыздық жайып тамырын, өршіп өтірік дұшпандық. Көк есігі ашылды, жұмақ нұры шашылды, келді ұшып бостандық. Ну-ка сюда. Документ. Сол құжаттарды кездейсоқ тексеру сәті мені қатты қорқытып жіберді. Қамауда болған жылдар мені әбден қажытқандықтан азат күндерім көзімнен балбұл ұшқандай көрінді. Жеттім-ау әйтеуір. Жеттім-ау. Зылиха. Бұл мен ғой. Мағжанмын. Ақыры жеттің-ау. Сен бісің.
Мағжан? Жаным. Міне. Кел, билейік. Қолыңды бер. Міне. Залиха, Қолыңды мұнда қой. менің билеме келмек қаншама уақыт өтті. Онда есіңе түсіресің. Кәне? Иә, осылай. Бәрін ұмытыппын. Иә. Осылай ма еді? Иә. Есіме түсе бастады. Жақсы билер екенсің. Маған қарағанда сен бақыттырақсың. Мен түрмеде, ал сен еркіндікте шауып жүрдің. Жарықтық. Бір жылдан аса уақыт көлденең табыстармен күн көріп жүрдім. Міне, мен Алматыға Сәбит Мұқановтың шақыруымен келіп тұрмын. Ол қазір танымал адам. Ассалаумағалейкум, Сәбит. Амансың ба? Сен шақыртты дегеннен кейін бар жұмысымды тастап келдім осында. Келгеніңіз өте жақсы болды, мәке. Мен сізге жұмыс тауып берем. Сіздің күш қайратыңыз бен біліміңіз бізге ауадай қажет. Сәбит қалқам, менің күллі күш қайратым лагерде от боп жанып кетті. Ал жұмыс бергеніңе рахмет. Ал енді рахметті Сәкең айтарсыз. Сіз үшін бар жауапкершілікті мойнына алған сол. Жүрелік. Бізді Сәкең ұтып қалды. Жолда сөйлесерміз. Иә, Сәбит, Алматы қатты өзгеріп кетіпті. Мағжан, өзіңді көрмегелі қанша жыл.
жүзің жүдеу көрінеді. Сәбит екеуміз бір жағыңнан сүйеу болып, әлдеқандай істеріңе өзіңе қолғабыс етсек деп едік. Төрлетіңдер. Рахмет. Алманың дәмін ұмытқалы қашан. Мәке, қазір қазақ совет әдебиеті үлкен бір белеске көтерілді. Мынау Сәбит жазушылар одағын басқарып отыр. Біз ең алдымен сенің шығармашылығыңды қолға алсақ деп едік. Қайта жаңғыртайық, халыққа таратайық. Ал Зәкең болса, еңбек қызыл ту орденімен марапатталып, өкіметіміз көлік мінгізді. Құтты болсын Сәкенжан. Мен үшін барлық қиыншылықта, ауыртпашылықта артта қалған сияқты. Мен мына біздің жарқын болашағымызға сенем. Оған күмәніңіз болмасын. Бәрі жақсы болады. Біздің партия, біздің сүйікті өкіметіміз жазалай да біледі, кешіре де біледі. Подпиши. Подпиши, я тебе сказал. Я тебе даю последнюю возможность искупить свою вину. Подписывай! А ну, поджарьте эту скотину! Ты у меня все подпишешь. Мағжан Жұмабаев. Мында жоқ. Қалайша? Мүмкін емес, ол осында. Тізімге тағы бір қараңызшы. Айттым ғой, Мағжан Жұмабаев мында жоқ. Үйге қайтыңыз, болды. Бұл бір қателік шығар. Ол осында болу керек. Жоқ дегенде жоқ. Айттым ғой, үйге кетіңіз. Жоқ мында, үйге қайтыңыз. Иманбаев. Кездесуге рұқсат алудың сәті түспеді. Тіпті қайда отырғаныңды, нендей күйде жүргеніңді біле алмадым. Мүлде хабар жоқ.
Сұм өмір, сұлу дүние, алдадың ба? Тән арып, тамырда қан қалмадың ба? Жалған үшін жан қиып жапа шектім, еңбегім екі болып жанбадың ба? Жайшылықта жан қиған жақын дүние, талып тұрсам назарың салмадың ба? Ортекедей орғытып оққа жығып, жалмауыз, жауыз жалған жалмадың ба? Арсыз нәсіп, армансыз алдадың ба? Қайырымсыз қанжығаңды қандадың ба? Қомағай қорқау ажал қойның ашып, қапамен қайғыға қол жалғадың ба? Алдандым, алжастырдың, аңғарттандым. Ақылсыз аңқау басым аңдадың ба? Қимас дос қыспақты боп жылаттың ба? Қайғымен қан жұтқызып сұлаттың ба? Қасіретті қасапшының ешкісіндей құрыміліп құдыққа құлаттың ба? Құбылдың, құйқыл жыдың құртқа дүние, қызықпаймын десем де шыдаттың ба? Мағжан Жұмабаев, ұлы ақын, әрі үлкен азамат, 1938 жылдың 19 наурызы күні атылды. Қажыдым енді күш бітті, көңілсіз салқын күн бұлты, жел бойығып тербелген. Әлде кімнің өлгенін, оны қалай көмгенін әңгіме ғып күңіренген. Жел күңіренбе жасың тый, өлім күйі, тәтті күй балқиды жаным, бұл күйге мені де өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Қалың орманның шетінде нағыз желдің өтінде өскен жалғыз жас қайың. Былқ-сылқ етіп билеген, сылдыр-сылдыр күйлеген, болсын онда не уайым. Сол жас қайың құлапты, жанында жел жылапты, балқиды жаным, бұл күйге мені де өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Қолына қылышын алып, қылышын қанға суарып, таусуындай тасыған. Қарақат көзін қан жауып, қабағынан қар жауып, ойын салған жас ұлан. Майданда олан қайтыпты, жел иманын айтыпты, балқиды жаным, бұл күйге мені де өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Мені де өлім, әлдейле. Hmm.